29 сәуір күні Ресей президенті Владимир Путин мен ақш президенті Дональд Трамп телефон арқылы сөйлесті. Трамп билікке қайта оралғаннан бері бұл екі лидер арасындағы әрбір әңгіме, әрбір кездесу үлкен шу, қызу талқылаумен өтетін. Олардан көп нәрсе күтілетін. Бірақ қазіргі олардың әңгімелері соншалық үйреншікті жағдайға айналып кетті. Тіпті Атлетико мен Арсенал арасындағы ойынның интригасы бұдан қызығырақ көрінді. Бұл әңгіменің осындай салқын қабылдануы, ешкімнің мән бермеуі, шын мәнінде өте қорқынышты нәрсені көрсетеді. Дүние жүзіндегі ең ірі мемлекеттердің бірінің аумағында әділетсіз соғыс жүріп жатыр, бірақ оны тоқтатуға ешкім шындап кірісіп жатқан жоқ. Кешегі өткен әңгіме туралы айтсақ, президент Путин америкалық әріптесіне күтпеген ұсыныс жасады. 9 мамырға дейін уақытша бітім жариялауды ұсынды. Бір қарағанда бұл ұсыныс Украинаға жасалуы керек еді, өйткені соғыс ақшпен емес Украинамен жүріп жатыр. Логикаға салсақ, Путин бітім туралы Киевпен келіссөз жүргізуі тиіс. Бірақ бұл ұсынысты Украинаға емес, Украинаны өзінен кем жек көрмейтін Трампқа жеткізіп отыр. Ал Трампқа салсақ, ол Украинаны толықтай Ресейдің ықпалына беріп, бәрін бейбіт жолмен шештік деп жариялауға дайын сияқты. Трамп кейін журналистерге телефон әңгімесі туралы айтып бергенде уақытша бітім туралы бастама өзінен шыққанын ерекше атап өтті. Путинге 9 мамыр күні атысты тоқтату қажет болып тұрғанының себебі түсінікті. Ресейде 9 мамыр жай ғана мереке емес, әсіресе Путиннің Ресейінде бұл күн ерекше саяси мәнге ие. Дәл осы күні Мәскеуде әскери парад өтеді. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс салтанатты түрде атап өтіледі. Биыл бұл күннің символикалық салмағы тіпті ауыр. Соғыстың мерейтойы, жеңіс культі, әскери пафос, мұның бәрі Путин үшін биліктің басты идеологиялық сахнасына айналған. Сондықтан ол дәл осы күні ел ішінде тыныштық болғанын қалайды, өйткені мерекеге шетелдік қонақтар да келеді. Әрине 2005 жылғы парадтағыдай ақш президентінің Мәскеуге келуі бұл жолы мүмкін емес, бірақ басқа елдерден келетін шетелдік меймандар бәрібір болады. Путиннің 9 мамырға неге соншалық мән беретінін түсіну үшін сәл артқа шегіну керек. Соғыс басталған алғашқы жылы Ресей басшылығы өзін өте сенімді ұстады. Кремльде 9 мамыр соғыстың символдық аяғы ретінде, шешуші дата ретінде қаралды. Украина тез арада алынады, сосын жеңіс күніне қарай Мәскеу оны үлкен тарихи жеңіс ретінде көрсетеді деген есеп болды. Көпшілік дәл сол күнді күтті, бірақ күткен сценарий іске аспады. 9 мамырға қарай Ресей Украинада шешуші жеңіске жете алмады. Керісінше бірнеше айдан соң Украина әскері ресейлік күштерді Киев маңынан шегінуге мәжбүр етті. Ал Мәскеудегі парад Кремль күткендей салтанатты геосаяси шоуға айналмады. Ең маңыздысы, оған шетелден ірі мемлекет басшылары келмеді. Путин үшін бұл әскери емес, саяси жеңілістің де белгісі болды. 9 мамыр жақындаған сайын Ресейде бұрын үнемі бірдей риторика күшейетін. Міне, қазір алады, сәл қалды, 3 ай қалды, 3 күн қалды. 9 мамырда Украина құлайды дейтін. Бірақ 5 жылға созылған соғыс ішінде бұл уәделердің ешқайсысы орындалмады. Бірде-бір парадта жария етілетін нақты үлкен жеңіс болмады. Биылда жағдай солай. Мәскеу тағы да 9 мамырға келеді, бірақ жариялайтын ірі жеңіс жоқ. Қайта сайланған президент бейнесін көрсеткенімен майдандағы нақты нәтиже бәрібір түсініксіз. Бірақ бұрынғы жылдармен салыстырғанда ең маңызды айырмашылық риториканың да өзі өзгергені. Алдыңғы жылдары Кремльдің сөзінде кем дегенде үрей, қысым, қорқыныш тудыратын пафос болатын. Қоқан-лоққы, жаңа қару, шешуші соққы, жауап деген сарын үзілмейтін. Мысалы, бұрын Ресей Орешник секілді зымырандарды қорқыту құралы ретінде көрсететін, бірақ уақыт өте келе оның да әсері сөніп қалды. Бірнеше рет қолданылғанымен Киев орнында тұр, Украина күйреген жоқ. Сондықтан биыл Кремльдің негізгі үміті майданнан емес, Трамптан болып тұр. Енді Ресей Украина жеңілді деген әскери жеңіспен емес, Трамптың сөзі арқылы дәлелдеуге тырысады. Дәл солай болды да, ақш президенті ресейлік әріптесімен сөйлескеннен кейін Украина майданда әлдеқашан әскери жеңіліске ұшырады деген пікір айтты. Трамптың саяси стилі де сондай, кіммен сөйлессе көбіне соның риторикасына ыңғайланып кетеді. Зеленскиймен сөйлессе Украина берілмей тұр, мықты күресіп жатыр дейді. Путинмен сөйлессе Украина әлдеқашан жеңілген дейді.
Кешегі әңгіменің үні соншалықты салқын, еркін болды, тіпті екі тарап та оны үлкен оқиға ретінде көрсетуге тырыспады. ақш пен Ресей президенттері жай ғана телефонмен сөйлесіп шыққандай әсер қалдырды. Тіпті әңгіменің негізгі бөлігі Украина емес, Иран, Таяу Шығыс және Иранның ядролық бағдарламасы туралы болғаны. Украинадағы соғыс тек жанамалай ғана қозғалған тақырыптардың бірі болып қалды. Бір кездері Америка мен Ресей президенттерінің телефон сөйлесуі әлемдік деңгейдегі үлкен саяси оқиға саналатын, оны бүкіл әлем талқылайтын. Қазір бұл бейнелеп айтқанда Мозамбик пен Сейшел аралдары басшыларының әңгімесінен аса айырмашылығы жоқ қалыпты жағдайға айналып барады. Міне ең қорқыныштысы да осы. Әлемнің ең ықпалды мемлекеттері Еуропадағы ең ірі тәуелсіз елдердің бірінде соғыс жүріп жатқанына көзі үйреніп қалды. Украинадағы соғыс туралы айту олар үшін климат өзгеріс туралы кезекті пікір білдіру сияқты үйреншікті формалды тақырыпқа айналып барады. Соғыстың өзі қорқынышты, бірақ одан да қорқыныштысы соған үйреніп қалу. Күн сайын жүздеген жас адамның қаза табуын, жүздеген баланың әкесіз қалуын қалыпты жағдай ретінде қабылдау. Соғыстың өзінен де қауіпті моральдық құлдырау. Соғыс деген ең алдымен картадағы шептер мен саясат емес, соғыс деген жесір қалған әйел, әкесінен айырылған бала, майданнан оралмаған сарбаздың мұздай денесінің үстінде жылап тұрған отбасы. Соғыс бір ғана адамның өмірін алмайды, ол тұтас бір әулеттің тағдырын өзгертеді. Әкесіз өскен бала басқа тағдырмен өседі, жесір қалған әйел жас баламен жалғыз қалады. Бір адамның өмірі бір отбасының бүкіл өмірін бұзады. Міне соғыс деген осы, ал саясаткерлер оны көбіне ұранға айналдырады. Халықты қорғап жатырмыз, отан үшін соғысып жатырмыз, ұлы жеңіс, қасиетті соғыс деп сөйлейді. Бірақ майданда өлген адамның суық денесі олардың үйіне бармайды, ол жесір қалған әйелдің үйіне барады. Ол әкесіз қалған баланың тағдырына айналады. Сондықтан әлем соғысқа ешқашан үйренбеуі керек. Соғысқа көз үйрету адамдықты жоғалтудың басы. Ешқандай геосаяси мүдде, ешқандай ұран, ешқандай тарихи мақсат балалардың жетім қалуына, әйелдердің жесір қалуына, отбасылардың күйреуіне татымайды. Адам баласы соғысқа үйренген сәтте өлімге де үйрене бастайды, ал өлімге үйренген қоғам біртіндеп мейірімнен айырылады. Мейірімі өлген қоғам үшін енді бомбаның қай қалаға түскені де, кімнің баласы жетім қалғанында маңызды болмай қалады. Нағыз апат зымыран емес, нағыз апат адамның қасіретке селт етпей қалуы. Себебі соғыс қалаларды ғана қиратып қоймайды, соғыс ең алдымен адамның ішіндегі адамды қиратады. Соғыс күн сайын адам өлтіреді, бірақ уақыт өте келе тек адамды емес, адам ішіндегі сезімді де өлтіре бастайды. Қасірет қалыпты нәрсеге, өлім статистикаға, ал жетім қалған балалар мен жесір қалған әйелдер жай ғана жаңалыққа айнала бастайды. Егер адамзат бір күні соғысқа қарап ештеңе сезбейтін болса, онда соғыстың жеңгені